Фильмнің сюжеті Жапония әуежайына жаңа ғана қонған ұшақты қылмыскерлер тобының басып алуынан басталады. Ал сыртта полиция тобы оларға шабуыл жасауға дайын тұрғандықтан қызу жағдай туында, ал жоғары лауазымды тұлғалар барлық оқиғаны мұқият бақылап отырды. Сол кезде барлық жолаушылар мен экипаж мүшелері қатты қорқыныштан қалшылдап тұрды. Тек ұйықтап жатқан Кумико ғана ерекше болды. Ол шудың даусынан оянып, жанында отырған адам оны тыныштандырып, үндемеуін сұрағанымен, Кумико керісінше жасап ұрлаушылардың назарын өзіне аударды. Сөйтіп ол, жалғыз өзі бүкіл топты тоқтатып, қылмыскерлерді бірінен соң бірін жауынгерлік өнердің көмегімен залалсыздандырып, олардың қаруларын тартып алып, ұшақтағы барлық адамдарды құтқарып қалғаны белгілі болды. Ұшақ эвакуацияланған кезде полиция қызметкерлері көріністен таң қалды. Өйткені ұшақтан шыққан қылмыскерлер Кумикоға кешірім сұрап тұрды. Бұл батырлық көрініс теледидар арқылы тез тарап, Кумико қалада өте танымал болып, барлығы оны саусақпен көрсетіп, атын айқайлап айта бастады. Ал бұқаралық ақпарат құралдары оны ұлттық қаһарманға айналғанша тоқтамай айтты. Үйіне оралғанда оны отбасы патшадай қарсы алып, тойлады. Кейін оның қарапайым жапон отбасынан емес, құрметті якудза отбасыларынан шыққаны белгілі болды. Олар оған отбасының басшысы болуды ұсынды, бірақ ол сыпайы түрде бас тартты. Кумико атасы Рюичироның қолында тәрбиеленген. Ата-анасы ол кішкентай кезінде қайтыс болғаннан кейін, ол атасынан кейінгі 4-ші мұрагер болды, және 7 жылдан бері орта мектепте математика мұғалімі болып жұмыс істеп келеді. Бірақ ол отбасы тарихын оқушыларынан және әріптестерінен жасырды. Оқушылар Кумико ойлағаннан да қиын болды, бірақ Кумико берік тұрды. Мұғалімдер бөлмесінде әріптестері ұшақтағы ерлігі туралы сөйлесіп тұрғанда, мектеп директоры Жарден кенеттен кіріп, Кумиконы шетке шығарып, ешқандай көрсетілім жасамауды ескертті және жұмысына шоғырлануды сұрады. Ешкім оның өмірінің егжей-тегжейін білмеу үшін, сонда Кумико одан кешірім сұрап, қайталамауға уәде берді. Сол кезде тәжірибе мұғалімі Адагири келді. Таң қаларлығы, ол басқа мектептегі Кумиконың бұрынғы оқушысы болып шықты. Ол оны бірден таныды, өйткені ол бұзық және төбелескенді ұнататын еді. Кумико оқушыларының өмірде табысқа жеткеніне қуанды, бірақ ол тек сынақ үшін келгенін және мұғалім болғысы келетініне әлі сенімді еместігін айтқанда ренжіді. Кумико Адагириді 3-ші сыныппен таныстыру үшін апарды. Бұл бүкіл мектептегі ең нашар оқушылар, өйткені олар сабақты қалдырып, әдепсіз сөйлейді және ешкім оларды басқара алмайды. Сыныпқа бара жатқанда, Адагири Кумиконың соғысқа бара жатқандай өзіне күш беретінін байқады. Олар кіргенде барлық жерде тәртіпсіздік болды. Оқушылар оның келгеніне мән бермей, құрметтемеді. Бірақ Кумико даусын көтергенде, олар назар аудара бастады. Сонда ол оларды алаңға шығып, Адагириді таныстыруға шақырды. Бірақ ешкім келмеді. Сол кезде оның бұрынғы 5 оқушысы және олардың жетекшісі Рита мектеп шатырында тұрып, Кумико мен Адагириді бақылап тұрды. Ол Адагиридің соншалықты төбелесқор бола тұра мұғалім болғысы келетінін түсінбеді. Кейін оларды бірге көріп, араларында бірдеңе бар деп күдіктеніп, достарын ескерту үшін мейрамханаға барды. Күтпеген тосынсый сол мейрамханаға Кумико мен Адагиридің келуімен болды. Олар онымен әзілдеп, оған Адагири сияқты сымбатты адамның назарын аудару мүмкін емес деп айтты. Ол ренжіп, оларды талқандай жаздады. Бірақ Адагири оны тыныштандырды. Сонда барлығы бірге отырып, тамақтанып, күліп, мектеп бітіргеннен кейінгі өмірлері туралы сөйлесті. Кейін ескі бәс туралы естеріне түсірді. Онда ол Кумиконың мұғалімдікті көтере алмай, тез арада жұмыстан шығатынын айтқан еді. Бірақ ол бәсті ұтып, сол мектепте қалғанын еске алды. Бұл Кумиконы жылатты, бірақ ол кешірім сұрады. Содан кейін Рита мен достарының қара бас сүйек атты мотоциклшілер тобының қоқан-лоққысына ұшырап жатқаны белгілі болды. Сонда Рита оларды тоқтатуды шешті. Қатты төбелес шықты, бірақ ол жеңіп, олар кетіп қалды. Күн соңында Кумико Адагириді үйіне шақырып, отбасымен таныстырды және оқушыларын әрқашан бірдеңе ішуге шақырғысы келгенін, бірақ олармен ұйықтап қалғанын айтты. Адагири Кумиконың атасымен сөйлесіп қалды. Ол Кумиконың кейде тітіркендіретінін, бірақ одан көп нәрсе үйренгенін, оның қажырлы жұмыс істеуге және мұғалім болуға шабыттандырғанын айтты. Келесі күні Кумико ең бұзық бұрынғы оқушыларының бірі Тагада Шотландпен кездесті. Ол өмірінің өзгергеніне және табысты адам болғанына таң қалды. Кейін технологиядағы танымал адам Кантароның сайлау митингін естіді. Оның тұлғасы оны таң қалдырды. Өйткені ол бұрынғы сүйіктісіне ұқсайтын. Ойланбастан сахнаға жүгіріп шығып, оны қолдауын мәлімдеді. Бірақ ынтасы шектен шықты. Сонда Тагада Шотланд оны топтың ортасына сүйреп апарды. Кейін оқиғалар мектепке қайта оралды. Қара бас сүйек тобы
Кешегі біреулерін ұрған оқушылардан өш алуға келді. Олардың келуі барлығының назарын аударды. Оқушылар сыныптардан шығып, қарап тұрды. Мұғалімдер қорқып қалды. Директор жәрдем полиция шақыруға мәжбүр болды. Топ полицияны көріп, уақытша шегініп, бірақ қайтып келіп, өш алатындарын айтты. Директор Рита мен достарын кабинетіне шақырып, сөгіп, қара бас сүйек тобына неге араласқанын сұрады. Сонда біреуі олардың жолдастарын қорғағанын, топтың оларды қудалап, күшпен ақша алмақ болғанын айтты, бірақ жәрден сенбеді. Сол кезде Кумико кіріп, оқушыларының шындық айтып тұрғанын растады. Ол өтірікті ажырата алатынын, және олардың шынымен жолдастарын қорғағанын айтты. Сонда директор кешіріп, бірақ Кумикоға егер оқушылар тағы мәселе тудырса, жұмыстан шығуы керектігін ескертті. Бірақ Кумико оның сөздеріне мән бермей, балаларын тастамайтынын, және жұмысынан айырылса да жасырынбайтынын айтты. Оқушылар оның өз жағында тұрғанын және шынымен сүйетінін көріп, қатты әсерленді. Сыныпта Рита алаңдап, жәрденнің ескертуін ұмыта алмай, Кумиконы қауіпке тігетінін сезіп, жалғыз өзі қара бас сүйек тобына барып, мәселені шешуді шешті. Кумико Адагиримен сыныпқа кіргенде Ританың жоқтығын байқады. Оқушылар оқиғаны айтты. Ол оларға қатты айқайлап, досын жалғыз жібергендерін қалай деп сұрады. Кейін оны іздеуге жүгірді. Ал Адагири оқушыларға Ританың досы болса, оның жанында тұрып көмектесу керектігін айтты. Рита топтың орнына жетіп, оларға қарсы шығып, жетекшісіне бір-бірге күресуге шақырды. Бірақ ол бас тартып, топқа шабуыл жасауды бұйырды. Олар оны қатты ұрды. Кумико сол жерге келіп, жолындағының бәрін сындырып, қабырғада үлкен тесік ашып шықты. Оларға оқушысын дереу босатуды бұйырды, және оң-солға карате қимылдарымен ұрып, бірінен соң бірін құлатты. Сол кезде Адагири келіп, күреске қосылып көмектесті. Топ қорқып, шегінді. Көп ұзамай Ританың достары келіп, Кумикоға көмектескен үшін алғыс айтты. Рита абдырап, қарапайым мұғалімнің қалай күресетінін сұрады. Сонда Кумико оқушыларының өзі үшін маңызды болғандықтан күрескенін түсіндірді. Келесі күні Кумико мектеп ауласында жүргенде 3-ші сыныптың бір оқушысы сыпайы амандасты. Оқушылар оны құрметтей бастады. Кумико мұндайға үйренбеген еді. Қатты қуанды және бүкіл сынып періште сияқты әдепті болып қалды деп ойлады. Рита оны шындыққа қайтарып, жиналысқа кешігетінін айтты. Сонда Кумико үрейленіп, мұғалімдер бөлмесіне жүгірді. Жиналыс басталғанда полиция кіріп, өте жаман хабар айтты. Мектептің бұрынғы бір оқушысы есірткі ісіне қатысты екен. Мұғалімдер басында сенбеді, бірақ полиция рейд кезінде оның әмиянын есірткі қоймасынан тапқанын растады. Кумико оның мұғалімі болғандықтан қатты қайғырды. Шокқа қарамастан, бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, шындықты өзі іздеп, оқушыны полициядан бұрын табуды шешті. Кумико қалаға түсіп, оқушыны іздеп, барлық жерде сұрастырды. Ақыры оның достары болған бұрынғы оқушылар тобына кездесті. Олар оған қосылып, көмектесуді шешіп, ықтимал жерлерге бөлініп іздеді. Сол кезде Адагири қайтып келе жатып, 3-ші сыныптағы оғаш дауыстарды естіп, кіріп қарады. Сонда Кумико іздеп жүрген оқушының ұйықтап жатқанын көрді. Оны оятып, Кумиконы кездестіруге шақырды. Өйткені ол оның үшін аспан мен жерді қозғады. Кумико оқушының достарымен сыныпқа келіп, оны көріп қуаныштан жылай жаздады. Бірақ оқушы қайғырып, оған мәселе туғызғысы келмейтінін, және оны ренжіткенін сезінетінін айтты. Сонда Кумико оны құшақтап, жалғыз емес екенін және барлығының оның жанында екенін айтты. Оқушы жүрегін ашып, бір адамның жақсы жалақылы посылка жеткізу жұмысын ұсынғанын, оның ішіндегіні білмегенін, әпкесіне көмектесуге мүмкіндік көргенін айтты. Бірақ посылка құлап, ашқанда есірткі екенін көріп қорқып, жұмысты тоқтатқанын, бірақ адам оны қорқытып ұрып, жалғастыруға мәжбүрлегенін, полиция келгенде қашып құтылғанын, бірақ әмияның қалдырып кеткенін түсіндірді. Сонда Кумико оның абай болуы керектігін және мұндай адамдардан аулақ жүруін айтты. Кумико оқушы мен достарын қорғауды шешіп, уақытша үйіне келуге шақырды және еш нәрседен қорықпауды айтты. Кейін адамдарға есірткі саудагері туралы зерттеуді тапсырды. Өзінің якудза отбасынан екенін айтпай, олар шынымен сол істің артында Кумиконы таң қалдырған саясаткер Кантароның өзі тұрғанын және оқушыны есірткі саудасына тартқанын анықтады. Сонда Кумико қатты ашуланып, оны өз көзімен көруге баратынын айтты. Адагири мұны естіп, бірге баруды талап етті. Сонда барлығы Кантароның кеңсесіне барып, оған қарсы дәлел іздеу жоспарын дайындады. Әсіресе ол келесі күні сайлау сөзін айтатын еді.
Келесі күні Кумико оқушының жалғыз Кантароға баратынын біліп, қатты уайымдады және онымен бірге болған Ямадаға абай болуды тапсырды. Бірақ ол сөзді мәндемей, Кантароны алыстан бақылай берді. Сонда Кумико оларға қосылуды шешіп, қозғала бергенде, Адагири мотоциклмен кенеттен пайда болып, өзімен бірге жүруге шақырды. Олар ғимаратқа жеткенде тікелей эфир дайындығы қызып тұрды. Өйткені сөз тікелей көрсетілетін еді. Сонда Кумико мен Адагири Кантароның қолдаушыларының киімін киіп топқа сіңіп, оқушы, мен Ямаданы іздеді. Сол кезде Кумико өзінің бұрынғы оқушысы, көмекші оператор болып жұмыс істейтін Хацу Суши Хикаруға кездесті. Онымен амандасты. Кейін іздеуді жалғастырды. Бірақ камералар оларды түсіріп, эфирге шығарды. Мектептегі әріптестері теледидардан көріп, таң қалды. Кумико мен Адагири есірткі сақталған қойманы тауып, оқушы мен достарының мүсіндер салынған жәшіктерді ашып жатқанын көрді. Есірткі мүсіндердің ішінде жасырылған болып шықты. Кенет Кантароның адамдары кіріп, оларға қару кезеді. Бірақ Кумико ниндзядай ептілікпен артынан шығып, барлық жауынгерлік өнерін қолданып, оларға түсіп, оқушы мен басқаларды құтқарды. Сол кезде Кантароның сөзі теледидарда өтіп жатты. Ол сайланса қаланы дамытатынын уәде етті. Сонда Кумико оны барлығының алдында әшкерелеуді шешті. Адагириге оқушыны күзетуді қалдырып, сахнаға барып, Кантара сөз айтып тұрғанда шығып, микрофонды тартып алды. Барлығы таң қалды. Телефондарын шығарып, түсіре бастады. Кумико оны барлығының алдында айыптап, есірткі саудасының артында тұрғанын растады. Ал үлкен экранда оқушылары қойма мен есірткінің жазбалары мен суреттерін көрсетті. Адамдар дүрлікті, қашып, жер хаосқа айналды. Кантара ашуланып, күзетшілеріне жалғыз тұрған Кумиконы ұстауды бұйырды. Бірақ Адагири көмекке кіріп, оны қорғап ұрылды. Бұрынғы оқушылары да қолдауға келді. Бірақ ол оларды алыстауды сұрап, істі өзі аяқтайтынын айтты. Сонда Кантароның адамдарын бірінен соң бірін құлатты. Тек Кантаро ғана қалды. Ол қорқып, қару кезеді. Ал сыртта Рита көмекке жүгіріп келе жатты. Кумико Кантароны қылмыстан бас тартып, берілуді көндірді. Өмірін жаңадан бастауы мүмкін екенін айтты. Ұзақ сөйлесуден кейін сөздері оның жүрегіне жетіп, ол үндемей қалды. Артындағы оқушылар да әсерленді. Сол кезде қаруланған полиция кіріп келді. Кумико айқайлап, оқ атпауды сұрады. Өйткені Кантаро берілуді шешкен еді. Ақыры полиция оны қансыз тұтқында, кісендеп әкетіп бара жатқанда Кантаро оқушыларға қарап, Кумико сияқты мұғалімдері бар екеніне бақытты екенін айтты. Кумико көзіне жас алып, оқушыларына жанында тұрғандар үшін жүрек түбінен алғыс айтты. Кейін Кумико мектепке бара жатып, табысты адамдар болған бұрынғы оқушылар тобына кездесті. Мұғалімдер бөлмесіне жетіп, директор Жарденнің алдына барып, бас иіп, болған оқиғалар үшін кешірім сұрады. Бірақ директор оны таң қалдырып, мақтанышты екенін айтты. Өйткені ол жасаған ісі мектепті танымал және құрметті еткен. Көп адам оған жазылғысы келетін болған. Сабақтар біткен соң Кумико 3-ші сынып оқушыларын мектеп алаңына апарып, жәшікке доп тебу ойынын ұсынды. Басында ешкім ынта танытпай, бос емеспіз деді. Бірақ Рита қабылдағанда барлығы келісіп, бірге ойнады. Бұл сәт сиқырлы өзгеріс сияқты болды. Өйткені бұл балалар оқудан қашып, үнемі төбелесіп жүретін. Енді оларда ұжымдық рух пайда болып, күліп, әзілдеп, махаббат пен бақытқа толы атмосферада тұрды. Бұл қарапайым ойын жай ойын емес, барлығы үшін достық пен ұмытылмас естеліктерге толы жаңа бастама болды.